Абу Наср ибн Мухаммед Аль-Фараби, сокращенное имя Аль-Фараби. Дата рождения приблизительно 870 года, дата смерти приблизительно 950 года. Место смерти – Дамаск. Аль-Фараби – философ, математик, теоретик музыки, ученый Востока. Один из крупнейших представителей средневековой восточной философии. Аль-Фараби – автор комментариев к сочинениям Аристотеля и Платона. Отсюда его почетное прозвище «Второй учитель». Его труды оказали влияние Ибн Сину, Ибн Баджу и Ибн Рушда. Аль-Фараби Қашықтасың туған жер қалың елі. Қашықтасың туған жер қалың елі, небір жері болдырып жарау деген. Шаршадым, қанатым талды менің, шаңғы жолға сарнып қарай. Кері оралмай жолдардың жатырағы, қасіреттің жасына көз жуына. Ол жаратқан көп сенің ақымағың, құмсық қылды тез ысып, тез суынар. Зиялы аз тұртым тіршілікте, әкімдікке күллісі жүгіреді. Көкірекпен сезініп күрсініп көп, жаным менің түршігіп түнеледі. Қайтейін мен көкжиек кентігімді, келер күнге үмітпен жол ашамын. Құс шөлмекпен өткіздім өмірімді, соны медет етеді болашағым. Бір шөлмекте көк сия толып тұрса, екіншіде шарап бар жайым әлім. Даналықты сиямен толық тұрсам, шарабымен, шеріммен